And I know these things can end. Come and save me before I fall away. Права чек qo'ysin. Жақтарыңыз бар ма? Бар. Стоп деген белгіге тоқтамас. Позгайда стоп деген знак незаконно. Незаконно ма? Өтініш машина. Қолыңызды алыңыз, мен машинамдан. Права жақтарыңыз беріңіз. Бермейсіз. Не үшін бермейсіз? Сіз маған даже жеткізіңіз, что бұл законно тұр. Саған айтамын, ана жерде қойылып тұр. Мен сізге айтамын, бұл незаконно тұр. Незаконно ма? Паспортқа шығасыз, уақытын сұрайсыз, хорошо? Паспортқа мен шықпаймын. Мен сізге кітап көрсетейін. Ана, көрсетші. Көрсетейін. Бұл знак 2,5. Ау? Не үшін? Протокол жаздыңыз, кейін ашамын. Мына қараңыз. 2,5. Движение без остановки запрещено. Дұрыс па? Енді қараңыз. Знак 2,5 может быть установлен перед железнодорожным переездом, теміржол, и карантинным постом. Бұл қандай пост өзі? Бұл стационарный пост. Енді тыңдаңыз. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при отсутствии перед знаком. Бұл теміржол емес, бұл карантинный пост емес. Бұл знак заңсыз тұр. Заңсыз тұр ма? Түсіңіз машина. Не түспеймін машина. Не үшін түспейсіз? Не үшін мен түсім керек? Багажды аш. Багажникті де ашпаймын. Багажникті де ашпаймын. Вот солай ашпаймын. Не үшін аспайсыз? Протокол досмотрда жазыңыз, кейін екі понятой шақырасыз. Екі понятой, любой менің бір понятой. Сіз бірінші протокол досмотр жазыңыз. Маған документ беріңіз. Бермеймін сізге документ. Не үшін мен беремін сізге? Не үшін беремін? Не үшін беремін? Тап дамуға түспені? Жоқ, не де? Құжаттарыңыз көрсетіңіз. Сіз маған не үшін сіз документ көрсетіңіз? Қалай не үшін? Жоқ, сіз маған причина айтыңыз, причина. Сіз ориентировка угон алматыдан. Жоқ, ориентировка угон ба или стоп знак па? Стоп месте незаконно тұр. Там көрсетің жазсын, хорошо? Әкеңіз бірінші көрсетіңіз. Маған бірінші құжатты беріңіз. Мен сізге бірінші көрсетейін. Сіз бірінші маған доказать етіп беріңіз, то, что бұл знак законно тұр. Кейін мен сізге көрсетемін. Мен сізге көрсетейін документ. Қалай көрсетейін? Солай көрсетейін. Неге ол еді? Сіз біле, сіз 789 приказды білесіз ба? Қалай адаммен сөйлесу керек, шофермен? Дұрыс па? Маған айтып тұрсыз. Иә. Көрсетпеймін дейсіз. Не көрсетпеймін? Мен сізге айтып отырмын, стоп-линия, то, что стоп-знак, то, что законно тұр. Иә. Иә? Ер түсіңіз, а? Мен түспеймін. Оны мен қойған жоқпын бірінші. Вот именно, сіз қойған жоқсыз. Вот именно. Мен яқа бармаймын. Сіз маған доказать етіп беріңіз керек. То, что бұл законно тұр. Мен яқа бармаймын, сіз маған әкеп беріңіз ол жаққа. Қазір әкеп беремін. Әкеп беріңіз. Көрсетіңіз. Сол кезде мына кітап не үшін жазылған? Ол заң заңсыз тұр. Сіз оны қойған жоқсыз. Дұрыс қой? Дұрыс. Қойсақ. Жоқ, мені қараңыз. Бізде міне мен түсіндім, заңсыз түрде. Вот сіз Біз әкеп қойсақ, иә. другой дело. Ол енді сіз мен тыңдаңыз. Бұны ГАИ дорожниктерге распоряжение береді. Осындай жерге знак қойыңдар деп.
ГАИ береді расположение. ГАИ. Бермейміз. ГАИ береді. Басшылар береді, дұрыс па? Соғы ГАИ ғой. Дұрыс қой? Обы ГАИ Басшылар береді. береді. Обы ГАИ береді. Біз бере алмаймыз оны. Енді сіз мені тыңдаңыз. Сіз өзіңіз негізі заң бойынша білесіз ба, то, что бұл знак заңсыз тұрған негізі? Бұл темір жол емес, карантинный пост емес. Дұрыс па? Заңсыз тұрма, заңсыз тұрған жоқ. Ол біз қойған жоқ бізге. Дұрыс па? Басшылардың өздері көрген, өздері қойған. Дұрыс па? Онда мақұл басшыларың жауап берсін. Сондай болып тұр ғой. Егер біз қойып өзіміз. Значит, сіздің бастығыңыз министрға бағынбайды. Значит, дұрыс қой, министр заң шыққан 789 приказ. Остановка причины. Не үшін? Пост ГАИде тек қана проверка документ тоқтату мүмкін. Иә, проверка документ. Ага, кейін агрегат тексеру, агрегат, номер, анау мынау. Вот. Данный базаны. И кейін нарушение болса, нарушение. Мысалы, радар, бір бәле. Енді мынау знак заңсыз тұр. Ориентировка болса ше. Ориентировка болса да тоқтатыңыз, бірақ сіз дежурный чашқын связь етіп айтуыңыз керек. Что? Мынандай марка свет угонда. Онда бізде неде жазып тұр, расстановкада. Көресіз ба? Жоқ, сіз дежурный частьқа рациямен айтуыңыз керек. Қандай машина? Қалай не? Мен білуім керекпін ғой? Мен сізге көрсетемін ғой, служебникіне. Жоқ, онда айтма, жарайды, осы жаққа келіңіз. Мен бармаймын еш жаққа. Бармаймын, көке, осы жаққа келіңіз. Күніге тоқтатады, күніге осындай. Сіздер кете беріңіз жайын. Барып аны дайындап жүрсіңіз. Дәріс тапсырамын ғой. Көке, бір минутка. Вот сіз айтасыз, багажник таш дейсіз, дұрыс па? Сіз заң бойынша багажник қалай тексереді білесіз ба? Өзіңіз? Аха. А сіз білесіз ба, ол қалай негізі шофер не үшін багажник ашу керек, и қай кезде ашу керек, білесіз ба, заң бойынша? Сіз білесіз ба, то, что протокол досмотра тордылады, сен екі поинтер шақырады. Жоқ, сіз білесіз ба соны? Сіз келіп тұрсыз да маған багажник таш дейсіз. Сізде онда вообще хақыңыз жоқ маған үйді айтуға, білесіз ба? Сіз осы үшін қазір мысалы, мен сіз қазір удостоверение көрсетіңіз маған. Көрсетіңіз, қалай неге? Сіз обязансыз. Не обязансыз ба? Маған, водительге сіз обязансыз. Не обязансыз, ә? Сіз білесіз ба, қазір жалоба жасасам, сіз осы үшін жұмыстан дисциплинарный аласыз. Фамилияңыз айтыңызшы маған. Фамилияңыз айтсаңызшы. Жоқ, сіз маған бір удостоверение көрсетіңіз. Көке, мен сізге сөйлеп тұрмын, удостоверение көрсетсеңізші. Өздеріңіз заңды бұзасыздар. Нормально келе жатқан адамдарға тиісесіздер. Ол қалай болды сол кезде? А? Не демей тұрсыз? Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Иә. Не алып тұрсыз? Камераңыз бізге қарап қойып. Иә, мен бәрін жазып жатырмын. 361 номер жетон. Удостоверение көрсетіп жүріңіз. Кімсіз удостоверение? Мен водительмін. Мен водительмін. Иә. Мен водительмін. Дұрыс қой енді бұл бай айқайлап отыр ғой. Жоқ, не үшін бердім? Не үшін? Просто проверка документов па или за знак стоп па? Давайте выясним. Камераға жазылып отыр бәрі. Давай, айтыңыз. Жоқ, қараңыз.
Знак стоп па или проверка документов? Бұл жерде екі вариант. Қай, не үшін? Жоқ, олай емес. Сіз маған айтыңыз, сіз маған знак үшін тексерейін деп жатсыз ба, нарушение үшін или ашим проверка документов? Просто проверка документов, дұрыс па? Камераға жазылып жатыр бәрі. Ашим проверка документов. Если на пост ГАИ проверка документов ашим болса, мен берем. А знак болса, мен бермеймін. Проверка документов па или знак па? Ага. Өшірмеймін. Жоқ, өшірмеймін. Мен камера бойынша қазір документті көрсетсем, бәрі дұрыс болады, жібереді. А так өшірмеймін. Потому что кейін сіз мойындамайсыз. Көрсетейін ба? Дол. Кейін мына кісіге айтып қойыңыз. Багажникті мен ашын ешқашан ашпаймын. Протокол досмотр жазады, 2 полицей шақырады, кейін ашам. Сөйтіп айтып түсіндіріп қойыңыз. Заңды бұзып отыр, заңды бұзып отыр. Өте дұрыс. Заңды бұзып отыр. Бұл кісіге мен айтып, удостоверение көрсетеді, көрсеткен жоқ. Жалоба жазатын болсам, осы пост ГАИ-ге. Мына кісінің келіп жұмыстан келіп шығарып жібереді. Уақыт көрсетеді аға. Вот именно. Ашинен заңмен жүрген адамға сізге бермеңіздер. Бұл Назарбаев даже айтқан. Білесіз ба, мен сізге бұл қағаз көрсетейін. Ақыры принципке кеттік па? Мен сізге бүйтіп көрсетейін. Оқып жүріңізші, ашин. Қолмен ұстап оқысам. Бақы, міне. Оқыңызшы. Оқыңыз. Полицейский оқысаңшы. Назарбаев жазған. Что, полицейский? Нарушение механизм жоқ, доказать етпеңіз, қан нарушение. Ага. Тоқтамадым, я. Тоқтамадым. Енді қараңыз, мен сізге айтып берейін. Бұл знак мен сізге айтайын, қай жерде тұру керек. Әр спенге үш доказать ете беретін болмын мен. Өзім заңымды андай хақымды нарушать. 2-де 5. Мәне 2-де 5. Остановка, движение без остановки запрещено. Дұрыс па? Енді бұл знак қай жерде тұру керек. Және маған документ тексеремін деңіз, енді қайтадан тиісіп отыр маған. Білеміз мен. Evet. Жіберем, не болып? Жоқ, знак үшін маған тиісіп отыр бұлар. Мәне, мәне тыңдаңыз. Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом, теміржол, или карантинный пост. Карантинный пост. А бұл стационарный пост. Карантинный пост немен отличается, айтып беремін сізге? Ол жерде тұрады санитарлар, врачтар, докторлар. Мысалы, қалада какой-то бір инфекция пайда болды, ауру, болезнь. Мен мысалы жетісайға кетіп бара жатырмын. Чтобы мынау Шымкенттегі ауру жетісайға өтіп кетпеу үшін, мына жерде арық тұрады. Арықтың ішінде обработанный су тұрады. Мысалы, химикат бір бәле. Машина содан өтеді. Сол жерде стоп деген знак тұрады. Не үшін? Потому что машина тоқтамай өтіп кетпеу үшін. Жай өтіп, арықтан судан өтіп, санитар докторлар бәрін тексеріп, кейін мені жібереді. Ол карантинный пост. Мысалы, ауру бір инфекция болса. Жоқ, дұрыс емес па? Вот. А стационарный постта қойылған бұл заңсыз. Заңсыз болса, биден. Әкімшілікке барасың. Арыз жазасың. Мен әкімшілікке еш жаққа бармай, мен Астанаға жаздым. Мен не болам? Жазыңыз, айтыңыз, сондай жол полициясының бекеттерін алса, деген заңсыз қойылған. Дұрыс. Потому что бұл кітап. Міне. Дорожное движение Республики Казахстан. Бәрібір де ғой, бәрібір. Кітаптың бәрібір ғой. Енді мен сізге тағы бір сұрақ қойып жатырмын. Сіз қазір документ тексеріп, бәрі дұрыс болса жібересіз ба, или знак бойынша қайтадан? Жоқ, неге десеңізші? Сіз қазір документтерді алып пост ГАИ-ге кетіп қалсаңыз, уақыт созып. Естіп па? Видеокамера бәрі жазып отыр. Міне тех паспорт. Міне права. Иә. Міне доверен. Иә. Міне страховка. Иә. Міне тех осмотр. Дұрыс, вот именно. Ташкенттің өзінде. Мені тем более. Қандай? Білем. Гүлістан. Білем. Камераға түсіріп. Жоқ, негізі солай. Адамдар бар, түсінеді, нормальный. Ана кісі түсінбеді ғой, ана кісі түсінбеді ғой.
Ана кісі түсінген жоқ. Мен оған сразу айттым, кітапты көрсеттім. Мен осылай көке, мен мойындамаймын дедім. Ориентировкада Мерседес бар. Ориентировка болса, Көрім техпаспортымен салыстырдым номеріңді. Мен сені апарып, не аламыз, саласың. жоқ, сіз мысалы маған айтсаңыз, шық, номерді тексеремін десем, мен шығамын, разговор жоқ. Потому что мен обязанмын. Мен оны білемін. А мысалы багажды мен ашпаймын. Протокол досмотр жазасыз, 2 полицей шақырасыз, ашамын. А багажникті ашамын, разговор жоқ. Мен өзім қандай правамды білемін. Камерамды өшірмеймін, көке. Өшірмеймін. Мен кеткенше өшірмеймін. Давай, Жақсы.